Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздермен Айгүл Қалиқызы. Тәтті мен тез арада шай ішкілеріңіз келгенде тез дереу дайын бола қалатын песочный печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Електен өткізіп алған ұнымызға қантымызды қосып, қант пен ұнымыз әбден араласқанша араластырамыз да, арасын біраз кішкене ашып, бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның сарысына қаймағымызды қосып, жақсылап араластырып алған соң, бір шай қасық сода салып, уксуспенен гастетіп араластырамыз. Дайындап алған жұмыртқа массамызды ұнымызға құйып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Құрметті достар, құрметті менің көрерменім, егер де сіздер менің каналым дамығанын қалаған болсаңыз, лайктарыңызды аямай басып, комментарияға жақсы пікірлеріңізді жазып, қалдыруларыңызды сұраймын. Песочный тестамызды көп басып елемейміз, осылай ыдырап тұру керек қамырымыз. Қамырымызды тездеп қолымызбен басып, ары қарай салафанға салып, 15-20 минутқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Он 15-20 минут уақытымыз өткен соң тоңазытқыштан қамырымызды алып, осылай екіге бөліп, бір бөлігін қайтадан салафанға салып, бір шетке қоя тұрамыз. Столымыздың үстіне аздап қамырымызды сеуіп алып, қамырды 4 бұрышты қылып жаятын боламын. Бұл жерде әрине әркімнің өзінің қалауы, дөңгелек қылып жайсаңыз болады, 4 бұрышты қылып жайсаңыз да өз еркіңізде. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен қамырды жіңішке 4 бұрышты қылып жайып алдым. Бұл жерде әрине тағы да өз еркілеріңіз. Қалың қылып жаясыз ба, қалыңдығы, жұқалығын өз қалауларыңызша жайып, осылай кесесін боласыздар. Мен жіңішке 4 бұрышты қылып кесіп, осылай 4 бұрышты қылып бәрін кесіп алдым. Барлық қамырларымызды жайып кесіп алған соң, бетіне осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қант жағатын боламыз. Қант жағып алған қамырларымыздың барлығын пергамент қағазы төселген противнімізге тіз қатар дізіп салып алатын боламыз. Алдын ала 180 градуста ысып тұрған пешімізге 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, тез арада дайын болатын, тез әрі дәмді болып шығатын песочный печеньеміз дайын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Осында жұмсақ, әрі дәмді, әрі үгітіліп шығатын песочный печеньеміздің рецебі сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып,
Пікірлеріңізді жазып қалдыруларыңызды сұраймын, достар. Құрметті көрермен, сіздердің де араларыңызда бір жақсы тағам дайындайтын немесе осындай тәттілер дайындайтын бір жан болса, менің комментарияма өз біліміңізбен бөлісіп, рецептіңізбен бөлісіп қоюыңызға әбден болады. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі менің жаңа видеомда, жаңа күндерде кездескенше сау саламатта болыңыздар.